Адам ағзасының кез келген ауруға төтеп бере алу қабілетін, инфекциялық жұқпалы аурулардан қорғайтын және олармен күресетін адам ағзасының қорғаныштық қасиеті бұл бізде иммунитет деп аталады. Иммунитет жүйесінің төмендеуіне, жиі ауруға, бала ағзасының ұзақ уақыт бойы инфекциялардан жазылмауына алып келетін көптеген себептер болады. Ең біріншісі құнарлы тамақтанбау, яғни фастфудты, зиянды өнімдерді көбірек қолдану, дұрыс тамақтанбау, жеткілікті мөлшерде су ішпеу. Адам 1 килограммға 30 мл су ішу керек. Мысалға, 50 килограмм деп айтатын болсақ, 1500 мл, яғни 1,5 литрді күн сайын қабылдап отыру керек. Екінші, антибиотикті өз бетінше қолдану. Антибиотик бізде бактерияларға қарсы, яғни сіз оны ретсіз өз бетінше қолданатын болсаңыз, бізде пайдалы бактериялар, яғни ішекте орналасады. 70% иммунитет ішекте орналасқан. Ол сіздің пайдалы бактерияларыңызды өлтіретін болса, адамның иммунитет жүйесі төмендей береді. Үшінші, баланың үнемі стрессте болу, балаға себепсіз ұрысу, жазалау, үй ішіндегі ұрыс-керістер. Төртінші, ұйқысының дұрыс болмауы. Бесінші, қарапайым гигиеналық шараларды сақтамау, яғни қол жуу, шаң сүрту немесе шектен тыс тазалық болып, мысалы, үнемі антисептиктерді, хлорлыды қолдана беру де пайдалы бактерияларды жоюы мүмкін. Яғни пайдалы бактериялар бізде теріде де орналасады. Алтыншы, созылмалы инфекциялы ауруларды уақытта емдеу. Мысалы айтатын болсақ, тістегі кариестер, гайморит, іш қату деген сияқты. Жетінші, таза ауаға шықпау. Үйдің іші тым ыстық, өте құрғақ болуы, мұның барлығы бактериялардың, вирустардың көбеюіне жағдай жасайды. Сондықтан да міндетті түрде күн сайын ылғалды уборкалар жасап, терезені ашып, желдетіп отыру керек. Тоғызыншы, гиподинамия, яғни қозғалыстың аздығы, үнемі теледидардың алдында отыру. Бұл да адам ағзасындағы иммунитет жүйесінің төмендеуіне алып келеді. Демалыс режим уақытының дұрыс ұйымдастырылмауы, мысалға, мектеп жасындағы баланың үзіліссіз сабақ оқуы, демалмай үйірмелерге баруын барлығы ағзаның шаршауына алып келуі мүмкін. Сондықтан да бір арнайы уақытты демалысқа арнауы керек. Пассивті түрде темекі шегу, яғни темекіні шегуден бөлек темекіні жұтуда адам ағзасының иммунитетінің төмендеуіне алып келеді. Және ең соңғысы салқынға үйретпеу, салқыннан қорқу, үнемі қалың киіндіру, суды жылытып беру деген сияқты нәрсенің барлығы ағза сол жағдайға үйреніп қалғандықтан, сәл күн суыса, немесе салқын сәл ұшып қалса, тез аурушаң болып қалады. Салқыннан қорықпай, салқынға да үйрету керек.